Ал біз төртінші блокқа көштік, яғни продвижение, парақшаны дамыту блокқа. Ол дегеніміз жарнама, парақшаны дамыту тақырыптары өте маңызды тақырыптар. Бірінші бастап кететін нәрсе, бір басты түсініктен басталады, ол жалпы блогерліктің стратегиясы жайлы. Қандай стратегия? Біріншіден, сіз не істейсіз? Ең біріншіден, сіз өзіңізге анықтап алу керексіз. Бұл сізге, блогерлік сізге жұмыс па? Жұмыс ретінде қарайсыз ба? Себебі сіз өзіңіздің уақытыңызды, энергияңызды, ақшаңызды осы блогерлікке салуға, инвестировать етуге, вкладывать етуге дайынсыз ба? Әлде жай хобби ретінде қарайсыз ба? Просто болады ғой. Әшейін ермек үшін, уақыт өткізу үшін, бір жай айналысатын іс үшін, немесе бір көңіл көтеру үшін, бір көңіл күйдің болып тұрған кезде ғана жүргізу деген сияқты. Соны анықтап алуыңыз керек. Өйткені барлық жұмыс осы жерден басталады. Сіз жұмыс ретінде қарайсыз ба, табыс табасыз ба, әлде жай ғана? Егер сіз өзіңіз хобби ретінде қараймын деп шешсеңіз, онда қатты күшті нәтижені күтпеңіз, яғни космический бір результат күтпеңіз. Көп оқырман, көп жарнама жасаймын деушілер, ақшам берем деушілер, немесе жалпы ақша табам деп ойламаңыз. Яғни сізде бәрі орташа деңгейде болады. Орташа сіздің көңіл күйіңізге байланысты. Егер жұмыс ретінде қараймын десеңіз, бизнес ретінде қараймын десеңіз, бұл жер уже сәйкесінше уже стратегияны жасай отырып, парақшаңызды продвижение жасай отырып, жарнамаға инвестиция жасай отырып, онда сәйкесінше нәтиже аласыз. Екіншіден, блогерлік ол адамдармен қарым-қатынас жасау болып табылады. Яғни сіздің целевой аудиторияңызбен. Блогерлік ол коммуникация. Басты характеристикаларының бірі. Мысалы, сіздің парақшаңызға жазылған қандай да бір кез келген комментарийді сіздің назарыңсыз қалдырмау керек. Мысалы, подписчиктарының ойына үңілмей қарамау керек. Мысалы, бір нәрсені жазам деп жазбай қалмау керек. Немесе бір нәрсені мынандай тақырыпта жазыңызшы деп сұрап өтінсе, сол тақырыпта жазбай қарамау керек. Жалпы біраз уақытқа да жоқ болып кетіп, алдын ала айтпай, түсіндірмей кетіп қалуға болмайды. Енді әрине, егер бір форс-мажор немесе бір уважительный дейді ғой, уважительный себептер болмаса әрине. Но если сіз өзіңіз жұмыс ретінде қараймын деп шешсеңіз, бұл енді парақшаның комментарийға то есть әр оқырманыңызға көңіл бөлу, ол әрине сіздің егер жұмыс ретінде қарасаңыз ғана осының барлығын жасау керексіз. Егер хобби ретінде қарасаңыз, онда назар аудармай қойсаңыз болады. Үшіншісі, сізге не қызық, сол туралы жазуыңыз керек. Қай жерден сіз экспертсіз, қай нәрсені вы хорошо разбираетесь, қай жерден сізде тәжірибеңіз бар, соған упор жасауыңыз керек. Сонда сізде барлығына да жетесіз. Бұл басты нәрсе. Мысалға мынандай нәрсе келтіруге болады. Россияда қазір блогерлар көп қой, инстамамочкалар көп, вегандар көп, мысалы, тренерлар, коучтар көп, курс жасайтындар, иә. Но сонда да мынандай Мила Левчук деген психолог бар, блог. Ол недавно ғана бір жарым жылдай ғана ашыпты парақшасын, и ол ашқан кезде қаншама блогерлар уже көп болған психология жағынан. Бірақ бұл кісі басқалар сияқты психолог болғанымен, басқалардан ерекшеленіп, өзінің тәжірибесімен, өзінің эксперттігімен барлығынан асып түскен. Көрдіңіз, сондықтан егер сіз эксперт болсаңыз, ұмтылсаңыз, өзіңіздің ісіңізбен жанып тұрсаңыз, болды, сіз міндетті түрде жетістікке жетесіз. Себебі бұл, былайша айтқанда, бұл ең басты критерий ғой, ол сіздің тақырыбыңызды таңдағанда, жалпы сіздің блогыңызды ашқанда, блогыңызды жазып бастағанда. Көрдіңіз, кез келген нишада конкуренция болады, әлдағы уақытта әлі конкуренция пайда болады, блогерлар пайда болады.
и блогерлар көбейіп кетті деп айту ол дұрыс емес та. Негізі кез келген нәрсе туралы айтуға болады. Ой, что-то сүт шығаратындар көбейіп кетті, ой, что-то кафешкалар ашқандар көбейіп кетті деп кез келген ол мұндай мышлениялары кәсіпкерлік мышлениясы жоқ адамдар ғана сөйтіп айтады да. Сөйтіп ойлайтын адамдар всегда артта қалып жатады. Өйткені сөйтіп олар айтып отқанша басқа адамдар уже істеп алдыға жылжып кеткен. Төртіншісі, орысша сөзбен айтқанда былай айтқым келіп тұр, ол не суди, да не судимым будешь. Блог деген ол жалпы авторлық жұмыс. Адамдарға адамдар қызық, бастысы. Адамдарға өзінің мнениясы бар, өзінің бір позициясы бар, не айтатын сөзі бар, ойлауға тұрарлық айтатын сөзі бар адамдар қызық. И мынандай тенденция бар, мысалы сол блогердің қаншалықты мнениясы бір ерекше, банальный емес, кішкене бір рамкадан тыс шығып тұрса, кішкене әдеттегі рамкадан, ол блогер тем больше привлекает внимание. И оған подписчиктар да тезірек жиналады. Сондықтан сіздің мненияңызбен сәйкес келмейтін бір блогерлар болса, оларды судить етпеңіз, оларды тоже изучать етіңіз, оларға назар аударыңыз, қалай олар өздерінің парақшасын жүргізіп жатыр, қалай өзінің жұмысын жасап жатыр деген сияқты. Себебі әртүрлі блогерлар болады. Мысалы Ресейде, всегда Ресейді примерға келтіремін, но ол жақта реально солай дамып кеткен. Әртүрлі тақырыпта блогерлар, кез келген, даже мысалы айтылмайтын тақырыпта жазатын блогерлар бар. Бізде де сондай пайда болуы мүмкін. Сондықтан біреудің несін судить еткен дұрыс емес. Алдын ала сондай сіздерге ой. Бесіншісі, біз басқа адамдарға көмектескен сайын бақытты бола бастаймыз. Өзіңіздің блогыңызды пайдалылық жағынан қандай деңгейде тұрғанын бағалаңыз. То есть оценка жасаңыз. Өйткені блогерларда адамдарға деген үлкен әсері бар. Олар тіпті, олардың власть дейді ғой, власть бар адамдарға, өзінің оқырмандарына, өзінің сүйіп оқитын оқырмандарына. Себебі олар бір ғана постпен адамның өмірін өзгертуге әсер ете алады. Егер де нақтырақ айтсақ, ол қандай да бір іс-әрекет жасауға, соған итермелеуге әсер ете алады. Көрдіңіз бе? Блогерлардың воздействиясы өте үлкен адамдарға деген. Сондықтан мынаны түсіну керек, что бір жағынан бұл үлкен жауапкершілік сізді оқитын адамдардың алдында. Егер сіздің посттарыңыз адамның өмірін өзгертуге, өмірін жақсартуға итермелесе, қандай да бір деңгейде немесе қандай да бір формада, бұл өте жақсы белгі, бұл өте жақсы нәрсе. Бұл жерден түсінуге болады, что сіз жақсы іс жасап жатырсыз. Сондықтан тағы да бір критерий, сіздің парақшаңыз адамдарға пайда әкелетіндей болсын, жақсы жағынан әрине. Бұл деген өте керемет. Сіз басқаларды бақытты қылдыра отырып, өзіңіз де бақытты бола бересіз. Осындай бір құпия. Алтыншысы, жаңа мүмкіндіктер. Сіздің подписчиктарыңыз, сіздің оқырмандарыңыз өскен сайын сізде мүмкіндіктер көбейе береді. Сіз тұлға ретінде дамисыз, сіз лидер мнений боласыз, сіз СМИ ретінде боласыз, сізге адамдар прислушиваться етеді, сізді тыңдайды, сіз не айтады екен деген сияқты. Яғни сіздің бір влияние дейді ғой, сіздің әсеріңіз, сіздің властіңіз пайда болады. Біраз уақыттан кейін сізді міндетті түрде әртүрлі мероприятияларға шақыра бастайды, бартер предлагать етеді, сізге сыйлықтар сыйлайды, сізді бір нәрсені жарнамаласын деп ұсыныс жасап отырады. И осы жарнама арқылы алатын ақшадан бұрын сіздің авторлық бір курстарыңыздың арқылы мысалы қосымша табыс таба аласыз, сізге адамдар тартыла бастайды. Сіз осы нәрселерді істемейтін адамдардан бір шаг алда боласыз. Осындай керемет мүмкіндік, қысқаша сөзбен айтқанда. Жетіншісі, блог дегеніміз ол әрқашан жақсы емес. То есть әрқашан жақсы бола бермейді. Яғни кей кездерде оның бір минустар да бар. Яғни ол хейтерлар. Міндетті түрде хейтерлар, тролльдар және просто бір неприятный сөздер жазатын бір неприятный адамдар комментарийларда. Олар сізге әрқашан сіз естігіңіз келетін, сізге ұнайтын сөздерді айта бермейді, сізге ұнамайтын да сіз келіспейтін нәрселерді жиі айту мүмкін. Сіз дайын болмауыңыз да мүмкін, но ол болады. Міндетті түрде оның алдын ала сізге айтып қою керек. Неадекватный комментарий, неадекватный адамдар болуы мүмкін. Бір болады ғой, злой адамдар болуы мүмкін, агрессивный адамдар болуы мүмкін. Және мынандай тенденция бар, что сіздің парақшаңыз өскен сайын
осындай нәрселердің болу заңдылығы өсе береді. Яғни парақша өскен сайын негативті өседі дейді. Бірақ 1-2%-тан аспайды әрине. Сіздің басты жұмысыңыз бұл жерде бұны жестко пресекать. То есть өзіңіздің границаңызды отстаивать ету керек, өзіңізді қорғап, просто еш нәрсе выяснять етпей, еш нәрсе жауап бермей, просто банға жіберу. Өйткені ол сіздің үйіңіз блог, ол сіздің территорияңыз. Сіздің территорияңызда сіздің ережелеріңіз бар, ешкімнің құлқы жоқ сіздің парақшаңызға келіп, сізге қонаққа келіп, сол жерде мусорын лақтырып, немесе бір нәрсе қиратып деген сияқты көрдіңіз. Сондықтан менің сіздерге кеңесім, ондай адамдарды бірден блокқа жіберіңіз, болды. 8-шісі. Парақшаңыз дамыған сайын, парақшаңызда оқырмандар көбейген сайын, яғни көп болған сайын оңай бола түседі. Ең қиыны себебі алғашқы 1000 подписчик жинау. Сондықтан берілмеуіңіз керек, егер қиын болып жатса. 1000-нан 5000-ға дейін подписчик жинау үшін өте көп жұмыс жасау керек. Кәдімгідей нағыз жұмыс сол кезде. Ал 5000-нан 10.000-ға шейін кішкене оңайлау. Розыгрыштар, интерактивтар арқылы, бір конкурстарға қатысу арқылы дамытып жіберуге болады. Ал 10.000-нан кейін уже как по маслу кете береді, уже жеңілдірек болады. И адамдарда мынандай психологический бір не дейді ғой, порог дейді ғой, что 10.000 подписчикқа жету керек, все, адам өзін как-то вот физическом уровне өзін реально блогер ретінде санай бастайды. Оған дейін как будто блогер емес сияқты, өзіне серьез қарай алмайды дейді, сол сияқты. Вот, өзіңіз психологически 10.000-ға жетсеңіз, болды, ары қарай сіздің самооценкаңызда бәрі де өседі, ары қарай уже жеңілдей бастайды. 10.000 подписчикке жетпегенше берілмеңіз, жұмысыңызды жасай беріңіз, міндетті түрде нәтиже болады. Негізінде алғашқы 5000 подписчикқа жету қиын. Вот соны жаттап алыңыз. 9-шісі, басқа блогерлермен сөйлесу, қарым-қатынас құру, ол өте үлкен қолдау. Олармен сөйлесуге болады, олар сіздің единомышленниктарыңыз, олардан сұрауға болады, олар қандай инструменттерді қолданады, қалай парақшасын дамытады, кімнен жарнама алып жүр, қандай приложениялар қолданады, қандай лайфтаймдарға қатысады, тағы басқа нәрселерді сұрап сөйлесуге болады. Яғни олар сізге көмектеседі, олар сізбен бірге дамып жатыр, бағыттарыңыз да бір. Оларда өздерінің тәжірибелері бар, кеңестері бар шығар сізге айтатын. И олардың кеңестері реально эффективный болуы мүмкін, чем басқа бір маркетинг жайлы блог. Вот. 10-шісі, блогерлік деген ол даму, үздіксіз даму. Ойлаңызшы, сіз күнделікті пост жібересіз, немесе 2 күнде бір. Бұл деген сіз күнде шығарма жазып жүрген адам сияқты боласыз, күнде кітап жазып жүрген адам сияқты боласыз. Мысалы, мектепте бізге неше рет шығарма жазуды сұрайтын. Мысалы, айына бірнеше рет, иә? А сіз мұнда уже мектептегі емес, сіз почти күнде жазасыз посттар. Сіз әрқашан жаңа ақпараттар білесіз, үйренесіз, адамдармен сөйлесесіз, ойланасыз. Бұл деген сізді одан сайын қызықты адам ете түседі, осознанный адам ете түседі. Тіпті бұлай өзінің, егер сіз бойдақ болсаңыз, өзіңізге күйеу табуға болады, мысалы, бір жақын досыңызды кездестіруге болады, единомышленник табу болады. Мысалы, жақын дос тапсаңыз болады, мысалы, блогерлік арқылы табу өте оңай, себебі сіз, мысалы, бір блогердің өзіңізге жақын, парақшасын оқып, оның барлық өмірін білсеңіз де болады, мысалы, оның ойларын, оның қандай убеждениялары бар, қандай армандары бар, қандай мақсаттары бар, қандай тілектері бар. Сіз оны өміріңізде бірде-бір рет көрмей, живой көрмей, парақшасын оқып қана танысып, жақсы сөйлесіп кете аласыз. Одан кейін кездесіп, жақсы дос болып кете аласыз. Көріңіз, кәдімгідей өміріңізге жақсы достар кездестіре аласыз. Бұл деген өте керемет. Және сіз парақшаны жүргізу үшін, дамыту үшін әрқашан өзіңізде өсіп дамып отыруыңыз керек, ізденуіңіз керек. Бұл деген өте керемет. Енді обучение жалғастырамыз. Осы обучениенің өзі қаншама ақпарат бар, қаншама қызықты нәрсе бар, алда әлі қаншама қызықты тақырыптар бар. Сондықтан шаршамаңыз, талмаңыз, шабыттанып алға ұмтылайық. Блогер болған өте көп, өте күшті, яғни плюстары өте көп, минусқа қарағанда минустары бәрі фигня. Сондықтан қазір өзіңіз ойша шешіңіз, сізге блог ол жұмыс па, әлде хобби ма, әлде сіздің өмірлік стиліңіз бе. Тегін немесе былай шарт түрде, условно бесплатный дейді ғой, условно тегін жарнама түрі. Ол бірінші кросс-реклама. Кросс-реклама дегеніміз ол серіктестік, партнерлік қарым-қатынастар. Бұл деген достық. Бұл деген, когда екі адамға да выгодно,
екі адамға да полезно, яғни екі адамға да пайдасы бар. Және көбінесе бұл тегін болады. Бұндай реклама қолданған өте керемет. Әсіресе бастап жатқанда да, парақшаңыз 10 мыңнан асса да өте керемет. Жаңа таныстар алуға да. Негізі ол қай жерден шыққан? Оффлайнда да, яғни өмірде де бұл жарнама жиі кездеседі. Негізі сол оффлайннан келген. Мысалы, кәсіпкерлер былай істейді, келісіп алады да, мысалы, давай мен клиенттерімді саған жіберейін, а сен клиенттерін маған жібер деген сияқты. Бір-бірлеріне листовкалар қояды бір-бірлерінің. Солай бір-бірлерімен серіктеседі көп бизнестер. Мысалы, дәрігерлер мен аптекалар солай серіктеседі. Киім мен аяқ киім, мысалы, кухня мен үйдің ремонтын жасайтын компания, фитнес залдар мен кафелер. В общем, ұзақ мысалдар келтіруге болады бұл жерден. Біз осындай кросс рекламаны әр жерден кездестіреміз. Айналамызда ол өте көп. Соцсетьте да ол кәдімгідей жақсы дамыған. Бұл деген өте выгодный, өте тиімді жарнаманың түрі, өте жаңағы тегін қолданылатындай. Сіз мысалы басқа блогермен бір-бірлеріңіз репост жасай аласыз, ссылкаларыңызды қоя аласыздар, бірге конкурс жасай аласыздар, бірге рассылка жасай аласыздар, бір-бірлеріңіз туралы айта аласыздар өз оқырмандарыңызға. Сториста немесе пост жазып бір-бірлеріңіз жайлы оқырмандарыңызға айтып бере аласыздар. Бұл жерде басты шарт аудитория жөнінен, ол аудиторияңыз кішкене болса да ұқсас болу керек, сәйкес келу керек. Но сіздің жаңа партнеріңіз, желательно сіздің конкурентіңіз болмау керек. Бір-біріне ұқсас блогтар өте керемет келеді. Тіпті өзіңіздің бір қалаңыздан жаңа блогерді тауып алсаңыз да болады. Жалпы осы кросс рекламаны социальный сетьте қалай жасаймыз? Біріншіден, сіз қалай жасайсыз өз парақшаңызды? Біріншіден, өзіңізге потенциальный партнерді іздейсіз. Потенциальный партнер дегеніміз ол блогер немесе басқа парақша болуы мүмкін. Іздеп табуыңыз керек, өзіңізге ұнаған керек. Бір 10-15 вариант алып аласыз біріншіден. Екіншіден, серіктестік жөнінде жазасыз, яғни ұсынасыз. Егерде мысалы сіз ұсынған блогердің оқырмандары сізден көп болса, ол сізден бір сомада ақша сұрауы мүмкін, немесе отказ беруі мүмкін. Бұл деген нормально. В общем, сіз келісе аласыз. Бір скидкамен немесе мысалы сізде 5 мың оқырман, ода 10 мың, значит 5 мың оқырманға разница, значит оның жарнамасының жарты сумасына 50% жарты сумасына келісуге болады, немесе басқаша келісуге болады, немесе ол сізді бір рет жарнамалайды, а сіз оны 2 рет жарнамалайды деген сияқты. Бір-бірлеріңізге жаңағы разница болса, соны компенсировать етуіңіз керек. Үшіншісі, келісілген әрекеттер жасайсыздар, яғни стористағы жарнамама, пост жарнамама, әлде сториста бір-бірлеріңіз жайлы айтасыздар ма, әлде дайын макеттеріңізді шығарасыздар ма, репост жасайсыздар ма, әлде пост жазасыздар ма. И сол әрекеттер жасалғаннан кейін, келісілген әрекеттер міндетті түрде бір-бірлеріңізді басқару емес, содан кейін бір-бірлеріңізді контролировать етуіңіз керек. Әсіресе сіз ол туралы пост жаздыңыз, оны жарнамаладыңыз, міндетті түрде қарайсыз, ол сізді қалай жарнамалады деген сияқты. Төртіншісі, уже қарайсыз қандай нәтиже болды. Егер барлығы жақсы болса, қайтадан қайталауға болады, мысалы ай сайын жасауға болады, немесе кішкене өзгертуге болады, әртүрлі қылдырып тексті, подачаны болады. Бұл деген өте керемет жарнама. Бірақ бұл жерде назар аударатын жайт, сіз шынымен де блогермен серіктескен кезде оны изучать етіп қарауыңыз керек. Парақшасында посттарын зерттеп, жалпы қандай адам екен, қандай тақырыпта жазады екен, мысалы ол кісінің бизнесі қандай екен, оның продукты қандай екен, чтобы сіз ол кісіні жарнама жасаған кезде ол сапасыз болып шықпас үшін, немесе бір сапасыз бизнеспен, сапасыз товармен айналысып, пәлеге қалмайтындай, чтобы сізге подписчиктарыңыз сіз кімді жарнамалап жүрсіз деп, в общем, сіздің репутацияңыз әсер етеді. Сондықтан міндетті түрде соған назар аудару керек. Келісті екен деп кез келген адаммен жасай бермей. Гостевой блогинг деген жарнама түрі бар. Яғни өзі айтып тұрғандай, сіз басқа парақшада қонақ болып келу арқылы өз парақшаңызды дамытасыз. Бұл деген өте керемет жарнама түрі, және бұл андай стандарттық бір типтік жарнама емес, бұл завуалированный жарнама. Яғни бұл же явный жарнама жоқ.
и, как сказать, жарнама более тонкий келеді да, и сізге сол жарнама арқылы келген адамдар нағыз мақсаттық, сіздің постыңыз, сіз шынымен ұнаған адамдар келеді, және олар сіздің парақшаңызды жақсылап оқиды, олар сізге лояльный, сразу бірден лояльный болып келеді, чем басқа жаңа мысалы гифтардан, бір конкурстан жаңағы ақша ұтып алу үшін ғана келген оқырмандар емес. Вот. Бұл деген қалай? Гостевой блогинг деген қалай? Мысалы, сіз барсыз, сіз тұлғасыз, экспертсіз, блогерсіз. Сіз басқа профиль немесе басқа сообществоға пайдалы материалдар дайындайсыз. Сізді сол парақшада шығарады. Олар не үшін шығарады? Олар контент жасағыз, допустим, контент жасап, анда-санда шаршағылары келмейді, олар дайын посттар жазғылары келеді анда-санда, немесе басқа адамдардың жас бергенін қалайды. В общем, дайын контент керек та оларға, бір сөзбен айтқанда, сіздің постыңызды шығарады, сіз жазған, және сіздің авторлық, сіз автор екенін белгілеп қояды, сіздің парақшаңызды белгілеп қояды. Болды, ешқандай призыв болмайды, жарнама болмайды. Осы парақшаға жазылыңыз, осы адам жазды, оның парақшасы осындай күшті деп ештеңе етпейді. Тек қана пайдалы пост и сіздің аккаунтыңыздың ссылкасы болды. Бұл жерде явный жарнама болмағандықтан, сондықтан көріңіз, өте керемет. Сол жаңағы сообществоның, сол профильдің оқырмандары сол сіздің жазған постыңызды оқиды, ұнатады. Шынымен де ұнатқан адамдар, әрине бұны кім жазды екен, авторы кім екен дейді, сіздің парақшаңызға кіреді, ары қарай сіздің парақшаңызға қарап шығады, как по правилам да қарап шығады, бәрі ұнаса сізге жазылады, оқырман болады, ары қарай посттарыңызды оқып отырады, лайк басып, комментарий жазып, сіздің ценный оқырманыңызға айналады. Бұл деген өте екі жақты взаимовыгодный серіктестік. Себебі сізде өзіңізге бір жарнама аласыз, ал сіздің постыңызды өзінің парақшасына шығарған аккаунт, ол контентті өзі жазып, басын қатырмайды, қызықты пост алады, авторлық, оған да жақсы. Оған тек қана сол ғана керек. Бұл жерде сіз кәдімгідей ұзақ сотрудничество жасай аласыз. То есть бұл бір-ақ рет емес, мысалы айына бірнеше рет жасауға болады. Солай өзіңіз келісіп аласыз, қанша рет ыңғайлы деген сияқты. Мысалы, оны целый серия дейді ғой, сериямен, бөлімдермен келіссеңіз болады, немесе целый рубрикамен келіссеңіз болады, что аптасына бір рет сіздің постыңыз сол рубрика бойынша сол парақшада шығып тұрады деген сияқты. Бұл өте эффективті жарнама. Сіз осындай жаңағы гостевой блогингті взаимно жасасаңыз да болады. Яғни сіздің парақшада олардың посттары шығып тұрады, олардың авторлықтарымен, және олардың парақшаларына сіздің постыңыз шығады. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл жерде де өзіңіздің целевой аудиторияңызға сәйкес келетін парақшаларды, профильдерді іздеу керек. Яғни егер сіз мама блогер болсаңыз, мамалар қай жерде отырады, қай парақшаны оқиды, мысалы, қандай сообществоларда отырады, сол сообществоларды іздеп тауып, солармен серіктесі жұмыс істейсіз. И сол жерде отырған мамочкалар сіздің парақшаңызды көреді, сізге жазылады. Особенно сіз, мысалы, допустим, дәрігер болсаңыз, бізде уже дәрігер блогерлар бар, вот солар солай істейді, солай парақшаларын дамытады, өте керемет. Или мысалы, тағы пример, сіз стоматологсыз, бір әдемілік жайлы бір парақша тауып алдыңыз да, и сол жерге аптасына бір рет тістің әдемілік жайлы пост жазып отырасыз. Мысалы, өте керемет қой, барлығына ыңғайлы, ол парақшаға ыңғайлы дайын пост, сізге де жақсы, сіздің жаңа постыңызды адамдар көрдіңіз, взаимное сотрудничество. Осылай тегін түрде сіз ұзақ уақытты керемет жарнама жасай аласыз, алғашқы 10 000 подписчигіңізді жинап ала аласыз. Тағы да мысал айтайын, мысалы сіз кондитерсіз, сосын бір мысалы фитнеспен айналысатын фитнес тренерді тауып алдыңыз, мысалы, и оған сотрудничество туралы жазасыз да, айтасыз, келісіп. Ол ұсыныстан уже точно отказ бермейді, я уверена. Айтасыз, давайте мен сізге парақшаңызға бір выпечканың болады ғой, низкокалорийный выпечка туралы және пайдалы жаңағы тәттілер жайлы жазып отырайын, и сіз сол парақшаңызды шығарыңызшы деп келісіп аласыз. Міне өте керемет взаимное сотрудничество. При этом бір-біріне конкурент емессіздер. Сіздің темаларыңыз бір-біріне ұқсас келеді. Көрдіңіз, взаимный. Вот. Мысалы сіз егер машина туралы жазатын блогер болсаңыз, например, да,
или мысалы сіздің күйеуіңіз и машинелердің автозапчастьтарын сататын магазинмен келісіп алдыңыз да и мынандай посттар жазып отырасыз олардың парақшаларында. Мысалы автомобильді қалай таза ұстауға болады, немесе қараңыз, міне сіз автомобильдің ішінде қалай таза ұстауға болады деген посттар жазасыз, иә. Олар сіздің парақшаңызда автомобильдің ремонт жасап жатқан кезде қалай үнемдеп қалуға болады деп жазасыз да, бір-бірлеріңізге взаимно выгодный сотрудничество жасайсыз. Міне өте керемет идея. Көрдіңіз, бұл жерде бастысы шынымен де жасау, контент жасау, пайдалы контент жасау, пайдалы тақырыптарды қозғау, көбірек адамдармен сөйлесу, көбірек серіктесу, сонда өте керемет. Және тұрақты түрде сіз жаңағы рубрика жасап, тұрақты түрде пост жазып отырсаңыз, олардың тұрақты оқырмандары кәдімгідей по-любому әйтеуір күннің бір күнде қызығып қарайды, осы кім екен, мынандай ақылды посттар жазады екен, кірейші өз парақшасына дейді, міндетті түрде сіздің парақшаңызға кіреді және сіз өз парақшаңызға назар аудартасыз. Сіздің блог ашқан кездегі парақшаңыздың суть в том, что сіз парақшаңызды аштыңыз, сіз өзіңіздің парақшаңызға басқа адамдардың назарын аударту керексіз. Сіз көзге түсу керексіз. Егер сіз түк те істемей, жаңағы продвижение жасамай, жарнама жасамай, тек қана пост жазып отыра берсеңіз, ол дамымайды. Сіз парақшаңызды әдемілеп қойдыңыз, міндетті түрде жарнамаға дайын, и сіз адамдар бар жерде, қай жерде адамдар отыр, сіздің целевой аудиторияңыз сол жерде болуыңыз керек, сол жерде көзге түсуіңіз керек. Жарнаманың барлық суть сол. Ол деген, мысалы, терең мағыналы деген, мысалы, группа бар, бір позитивный күшті посттар шығарады. Сол жерде жарнама бердіңіз, өзіңіз парақшаңыз көрсетіп, сіздің парақшаңыз қаншама адам көрді, ұнатты, подписка жасады. Көрдіңіз, сіз өз парақшаңызды адамдарға көрсеттіңіз, оқырман алдыңыз. Немесе жұлдыздардың бір астына өзіңіздің мнениеңізді жазып, комментарий қалдырып кеттіңіз, менің парақшама да кіріп кетіңіздер, оқып кетіңіздер деп, ол жұлдыздың, мысалы, миллион подписчигі бар. Сол посттың охваты 500 мың мысалға. 500 мыңның бір 200 мың адамы постты оқыды, 100 мың адам комментарийді оқиды, қандай не жазып жатыр екен деп. Ойлаңыз, сіздің комментарийіңізді бір 50 мың адам оқыды да, бір 10 мың адамны ұнап, сіздің парақшаңызға 5 мың адам кіріп, оның ішінен 1000 адам сізге жазылды. Сіз адамдар көп отыратын жерде өзіңіз парақшаңызды көрсетіп, отырып алдыңыз, көрдіңіз, сол арқылы назар аудартып, өзіңіздің әдемі парақшаңыз арқылы өзіңізге адам шақырып алдыңыз, адам жинадыңыз. Бұл деген керемет. Бұл жерде тек негативный фишкаларды қолданбаймыз, спам жасамаймыз, база сатамын, я сижу дома, зарабатываю с ребенком деген комментарийлер жазбаймыз, в тему комментарийларды жазып, өзіңіздің парақшаңызға назар аудартасыз. Егер сіз осы тегін әдісті күнделікті кәдімде көңіл болып жасасаңыз, сіз ешқандай қаражатсыз та спокойно точно 3 айдың ішінде 10 мың оқырманды жинай аласыз. Мен сізге точно айтайын. Көрдіңіз, вся суть рекламы. Мысалы, сіз басқа блогермен взаимный реклама арқылы өзіңіздің парақшаңызды көрсеттіңіз, сол адамның оқырмандарына, көрдіңіз, содан келеді. Сіз қалай мен парақшамды дамытсам екен деп ойлап отырсаңыз, солай ойлаңыз. Сіздің целевой аудиторияңыз қай жерде отыр, қай парақшаларда отыр, қай блогерларды оқиды, қай жерге өзімді көрсетсем екен, қалай жазсам екен, қай жерде мені белгілесе екен деп. Сіз сол жерде пайда болуыңыз керек, болды. Ары қарай уже другой вопрос. Адамдар сіздің парақшаңызға кіру үшін сіздің жарнамалық текстіңіз қандай болу керек, сіздің жарнамалық макетіңіз қандай болу керек, сіз туралы жарнамалық тексте қандай болу керек, ол уже басқа мәселе. Ол өте күрделі вопрос, оған аса мән беру керек. Комментинг деген жарнама түрі. Бұл енді тегін жарнамалардың ішінде ең керемет түрі. Әзірге бюджетіңіз болмаса, бірақ уақытыңыз болса, желаниеңіз үлкен болып ұрып тұрса, бір нәрсе қатты істегіңіз келіп тұрса, міндетті түрде күнделікті осы жарнаманы қолданыңызшы. Сіз нәтижесіне таңғалатын боласыз. Бұның нәтижесі 100%. Әрине, егер парақшаңыз жарнамаға дайын болса. Мүмкін сіз басында білмей тұрып былай ойладыңыз, адамдар комментарий жазу, навязчивый болу, спамдау, сосын адамдар не ойлап қалады, не істейді, оның не пайдасы бар деп ойлап тұрған боларсыз. Бірақ бұл ондай емес. Бұл жерде бір секрет бар. Яғни бұл қалай? Қазір Инстаграмның алгоритмі өзгерген, бұрынғыдай емес. Мысалы, посттың астында комментарийлар бұрынғыдай реттілікпен тұрмайды.
яғни хронологический порядокпен емес, топовый комментарийлар тұрады, одан кейін уже басқа қызық емес комментарийлар астына кетіп қалып жатады. Сонда и жаңағы новый комментарийлар көбінесе астына кетіп қалып жатады, ал ең бірінші жазған комментарийлар көбінесе үстінде тұрады. Және қараңыз, сіз әлі парақшаңыз әлі кішкентай, парақшаңызды әдемілеп дайындап қойдыңыз, сізге как можно больше адамға көзге түсуіңіз керек, сіздің парақшаңызды көп адам білу керек, сіз оқырман жинағыңыз келеді тезірек. Бірінші жасайтын шагыңыз, сіз бүйтесіз, барлық осы Қазақстанда барлық жұлдыздарға жазыласыз, барлық дегенде крупный, өзіңізге қалайтын, миллионник, миллионнан басталатын подписчиктар бар жаңағы жұлдыздарға жазыласыз, ірі блогерларға жазыласыз, олар әрине бізде өте аз, онда мысалы Құралай ханым, супер мамаситаны алсаңыз болады, жаным баклажанымды алсаңыз болады, мысалға басқа журналисттар бар, оқырманы примерно 100 мыңнан асатын, 500 мыңның көлеміндегі. Қараңыз, олар мысалы күнделікті посттар шығарып тұрады ғой. Енді ойлаңыз, мысалы ода миллион подписчик болса, әр посттың охваты примерно шамамен есептегенде 500 мыңдай болады охват. Яғни 500 мыңдай адам посттарын көреді. Ол постты 200 мың адам кәдімгідей оқиды, внимательно не жазылған. Сол 200 мыңның адамның ішінен 100 мыңы немесе 50 мыңы комментарийларды оқиды, қызық не жазып жатыр екен адамдар деп. 50 мыңнан ішінен ойлаңызшы, именно сіздің комментарийіңізді 10 мың адам көрсе, қызықса, сіздің парақшаңызға қанша адам кіреді? Примерно 5 мың адам кіреді. 5 мың адамнан примерно 2 мың. Бұл конверсия дейді, яғни воронка мынандай. Біз су құйып атамыз ғой ыдысқа. Сол кезде воронка қолданамыз ғой. Сол воронка сияқты үсті үлкен, асты узкий оқиды. Сол сияқты бұл сондай заңдылық, закон вероятности арқылы солай есептеп жатырмын да мен. Мысалы, парақшаңызға действительно 1000 адам қызығып оқыды, қарады, ұнатты, что-то подписчиктар аз екен, может сосын жазыламын оны деді, ішінен 500 адамы сіздің парақшаңызға жазылды. Бұл деген керемет емес пе? Или сіз мысалы 100 мың подписчигі бар адамның астына комментарий жаздыңыз, қызықты, толық күшті комментарий жаздыңыз, и сол жерден сіздің парақшаңызға 500 адам кіріп, ішінен 50 адамы жазылды. Ойлаңызшы, сіздің парақшаңыз қызық болғаннан жазды. Тіпті сізге рахмет те айту мүмкінсіз, парақшаңыз пайдалы екен, рахмет, мен осындай парақша іздеп жүредім, мен сізде оқитын боламын деп комментарий жазып кетеді еще. Бұл дәлелденген нәрсе. Көрдіңіз ба? Яғни сіз бұл мүмкіндікті міндетті түрде қолдануыңыз керек. Бұл жерде мынандай сұрақ, сіз өзіңіз басқа жұлдыздардың немесе блогерлардың парақшаларында посттардың астындағы комментарийлер көрген шығарсыздар, спамдар. Оңғай болады ғой, жаңағы сетевой маркетингке шақырған. Айбажанияға тіркеліңіз, анаған тіркеліңіз, база сатамын, мамочка в декрете, ақша табасыз, 21 күн сайын зарплата дегендер неше түрлі комментарийлер бар. Оны мүлдем назар аудармаймыз ғой. Бұл вообще неэффективно олар үшін. Тупо шаблонмен көп адамға жібере береді, бүкіл уақыттарын соған кетіреді. Нормальный пост жазудың орнына ол кісілер білмейді, что ол жарнама мүлдем жұмыс істемейтінін. Байқап отырсаңыз, сол постқа біраз уақыттан кейін кіріңізші, и солардың комментарийлері қайда? Ең астына кетіп қалған. Потому что адамдар оларды бүйтіп пролистывают, көрмейді, оқымайды, әсер етпейді, вообще назар аудармайды да, и Инстаграм ақылды алгоритмі алады, оларды астына түсіріп тастайды, болды. Яғни олар уақыттар босқа зая кетіп жатыр, ол жарнама мүлдем жұмыс істемейді олар үшін. Ол үшін не істейміз? Біз олай істемейміз мүлдем, біздікі вообще басқа. Біз бүйтеміз. Жаңа жұлдыздарға, блогерларға жазылып қойдық қой. Сіздің целевой аудиторияңыз бар адамдар, жазылып қоясыз да, уведомленияны қосып қоясыз міндетті түрде. Яғни оларда жаңа пост шыққан кезде сізге соткаңызға уведомление келу керек, что оларда жаңа пост шықты. Жаңа пост шыққан бетте сіз сол постқа кіресіз, әлі адамдар оны постты оқып жатыр, сіз тез жаңа постты оқисыз да, сол постпен байланысты, сол тақырыпта ол адам не сұрап тұр, қандай тақырыпта, сол тақырып жайлы өз ойыңызды комментарийге жазасыз. Примерно 2-3 абзац
бір 5-10 сөйлемдей кәдімгі развернутый толық комментарий жазасыз, қызықты етіп смайликтармен, эмоциямен көзге түсетіндей қыдырып өзіңіздің мнениеңізді жазасыз. И важный момент, енді сол жазып отқан парақша иесі жұлдызбен немесе блогермен ойыңыз сәйкес келу керек. Желательно ол кісіні мақтап жазсаңыз да болады, яғни сол қарсы пікір жазсаңыз, есть риск того, что ол кісі сіздің комментарийіңізді оқып сізді банға жібермесін дегенім ғой. Сондықтан келісіп тұрғанда жақсы. Солай ауқымды жаңа кәдімгідей комментарий жазасыз. Өзіңіздің жеке оқиғаңызды жазсаңыз да болады. Копирайтингтің техникалары білесіз ғой, енді соларды қолдана отырып, адамдарға әсер ете отырып, адамдарға ұнай отырып, баурай отырып, сіздің комментарийіңізді оққан приятно болу керек. Сөйтіп отырып, технично, ақырын, завуалированно өз парақшаңызға міндетті түрде бұл болу керек. Бұл часть аяқ жағында, сөздің соңында жаза кетесіз. Менің парақшама кіре кетіңіздер, менің парақшамда осындай ақпараттармен бөлісіп жатырмын. Мен де осылай парақшамды дамытып жатыр едім. Егер қызықты болса, маған да кіріп шығыңыздар. Осындай тақырыпта жазамын деген сияқты нақты іс-әрекеттің сөзі жазылып тұр. Яғни мен парақшама кіріңіздер, кіріп оқи кетіңіздер, мен осындай тақырыпта жазамын. Қызықты болса кіріңіздер. Яғни ешқандай навязчивый нәрсесіз. Сіз кәдімгі басқа адамдар сияқты комментарий жаздыңыз, өз ойыңызды жаздыңыз, и соңында просто солай жаза кеттіңіз. Просто ол подсознательно на людей действует так, что адамдар сол әрекетті шынымен жасайды. Ойламай тұрса да ол солай жұмыс істейді. Егер сіз жай комментарий жазғанда сіздің парақшаңызға кірмейтін де еді адамдар. А егер сіз солай жазғанның арқасында сіздің парақшаңызға адамдар шынымен кіреді. Сіз кәдімгі жазсаңыз да болады, мен осындай бастап жатқан блогермін, осындай тақырыпта жазамын. Егер сізге сондай тақырып қызық болса, сондай ақпарат іздесеңіз, маған кіре кетіңіз дейсіз. И сіздің целевой аудиторияңыз шынымен сіздің жазатын тақырыпқа қызығатын сіздің аудиторияңыз шынымен олар міндетті түрде сіз комментарийіңізді оқиды, сіздің парақшаңызға міндетті түрде кіреді, міндетті түрде жазылады. Солай сіз солардың көзіне түсіп, соларды жинайсыз ақырындап. Көрдіңіз бе? Бұл жерде сіздің мақсат барлық адамдарды өз парақшаңызға жинап алу емес, сізге өзіңіздің аудиторияңызды жинау. Көрдіңіз бе? Бұл деген өте керемет инструмент. Сол арқылы сіз бірден жаңағы комментарий жаздыңыз ғой. Сіз алғашқылардың бірі болып комментарий жаздыңыз. Өз комментарийіңізге лайк басып қойсаңыз да болады. Біраз уақыттан кейін басқа адамдар жаза бастайды, и сіздің комментарийіңіз уже топта тұрады. Өйткені сіз жаңа развернутый, ауқымды комментарий жаздыңыз, и бұл өте керемет, сізге жауап беру де мүмкін. Одан кейін күтесіз, болды. Біраз уақыттан кейін қарасаңыз, сіздің парақшаңызда активность өсе бастайды, посещаемость өседі, парақшаңызға кіріп қызығушылар көп болады, тегін лайктарыңыз келеді, қаншама комментарийлер, подпискалар, анда отырасыз қанша. Кем дегенде бір комментарийдан бір 10 подписка точно келеді. Сондай комментарий күніне 3-4 жазып отсаңыз, күніне, айына бәленбай жазып отсаңыз, сіз оп-оңай теп-тегін 10 000 подписчик жинап ала аласыз. Ол деген расплюнуть, реально. Бастысы сіздің жазатын посттарыңыз, парақшаңыз қызықты болса болған. Мінекей осындай керемет инструмент. Бұл деген құпия. Міндетті түрде қолданыңыз, көп адамдар білмейді. Осымен байланысты мынандай оқиғам бар, міндетті түрде бөлсе кетейін. Маған обученияға оқуға келген бір қыз мынандай парақшаны көрсетті, и мен ол парақша қызықты болып қалды, жазылдым. Сосын жазылғаннан кейін ол кісінің жазатын комментарийлерін көресің ғой, енді көзіме түсіп тұрды да, и ол комментинг жасайды екен, мен парақшама тіркеліңіз деп. Сондағы қарағаным, енді ол кішкене дұрыс емес жазады, жаңа постқа байланысты ешқандай ойын жазбайды да, просто жаңа спамить етіп, менде осындай тақырыптар, маған кіре кетіңіздер ғана деп қана жазады екен, қысқаша ғана. И ол көрініп тұр, басқа жарнама еш нәрсе қолданбайды екен да. И солай ғана бір аптаның ішінде қаншама подписчик жинап алған. И оның парақшасы шынымен қызық болды. Шынымен қызық парақша, шынымен пайдалы контент, сондай жаңағы тегін әдіс арқылы кәдімгідей оқырман жинап алады. Ол өте керемет. Және қыздар, мен өзіме клиенттерді, осы блогерлікті үйренем, оқим деген мақсатты аудиториямды осы комментинг арқылы теп-тегін қаншама адамдар маған осы комментарий арқылы келді, білесіздер ме? Және біздегі ең үздік деген оқырмандар көп, қазір блогерге айналып отқан қыздар сол комментарий арқылы келіп, қазір күшті білдей блогер болып отыр. Комментарий, жаңа комментингтің күші деген өте керемет. Если что, менде скриндары барлығы бар.
мен өзім бұл әдісті үнемі қолданып отырамын. Кейде қазір ұмытып кетемін, бірақ міндетті түрде қолданып отырмын. Бұл өте керемет әдіс, қыздар. Міндетті түрде қолданыңыздар. Келесі жарнама түрі бұл СФС деп айталады. Ресейде бұл енді заезженный жарнама түрі, уже көп адамдар білетін екен, мүмкін сіз де естіген боларсыздар, бірақ шынымды айтсам бізде Қазақстанда бұл деген аса қатты дамымаған, аса қатты таралмаған. Бір қызығы, бұл деген өте қызық, неге олай екен. СФС ағылшынша айтқанда расшифровкасы ағылшынша shut out for shut out дейді. Яғни прямой аударсақ крик для крика. Бұл деген қалай? Оның идеясы мынандай. Блогер өз парақшасында СФС жариялаймын дейді, және өз оқырмандарына айтады, чтобы сіздер, оқырмандарына айтады да, сіздер өз парақшаларыңызда мен жайлы айтыңыздар дейді. Менің бір фотомды алыңыздар, мен жайлы айтыңыздар и нәтижесін күтіңіздер дейді. И определенный хэштег қойыңыздар дейді. Сол хэштег бойынша бүкіл мен туралы жазған, менің фотомды шығарған барлық адамдардың парақшасына кіріп, барлығын оқып, арасынан кім қатты ұнады, кімнің посты ұнады, бірнеше адамды таңдап аламын да, өзімнің парақшамда шығарып, взаимно жаңағы пиар жасаймын дейді. Бұл деген классический СФС, яғни блогер өзінің парақшасын өзінің оқырмандарының арасында жарнамалап шығады. Өйткені ол оқырмандар өз парақшасына шығарып, оның таныстары бәрі көріп сізге жазылу деген сияқты. И бір жағынан начинающий блогер да қатысу мүмкін, СФС-ті жеңіп, сол үлкен блогердің парақшасында жарнама ала алады деген сияқты. Сондай пайдасы бар. СФС-ға қатысу үшін әрине парақша ашық болу керек, чтобы жаңа пост ашып көре алатындай. Негізі СФС-ті уже сізде 5000 активный оқырман жиналғаннан кейін жасаған дұрыс. Яғни сіздің өз оқырмандарыңыз уже бар. Сіз жаңағы тегін жарнамаларды қолданып уже 5000 оқырманға жеттіңіз. И солардың арасында СФС жарияласаңыз болады. Яғни менің фотомды алып, өз парақшаларыңызда жариялаңыздар. Мен не себептен мені оқисыздар, менің парақшам несімен қызық, қандай пайдалы посттар мен жайлы оқыдыңыздар деп шығарыңыздар. Сол шығарған адамдардың ішінен 10 сүйікті оқырманымды өз парақшамда шығарамын, немесе парақшама шығармай-ақ, ондай шартпен емес, сол 10 адамды таңдап, мынандай сыйлық сыйлаймын деп жасап, күшті жарнама жасасаңыз болады. Бізде Қазақстанда мен өзім білетін единственный пример, мысалы Супермамасита дамыған кезде ол кісі барлық жарнама түрлерін қолданған, мен ылғи да оқып, соны бақылап жүретінмін. Сонда байқағаным, бірнеше рет жасады осындай СФС. Мен өзімде бірнеше рет қатыстым, бір емес 2 рет қойдым. Бірнеше конкурстарына қатыстым, негізі, бірақ СФС-на 2 рет қатыстым. Ол кісі жариялады менің фотоммен, мен жайлы не себептен мені оқисыздар, және осындай хэштег қойыңыздар, сондай шығарыңыздар. Сол барлық қатысушылардың қарап шығамын, случайно жаңағы бүйтіп листать ету арқылы 10 адам ба 20 адам таңдаймын, осындай ұтысқа ие болады деп. Сөйтіп мен өз парақшамда, ол кезде менде подписчик аз, осы 1,5 жыл бұрын, тіпті 2 жыл бұрын болған, соңғы рет. Менде подписчик 1000 ба 2000 подписчик болған кезде жасаған тұғым, өз парақшамда Мамаситаның фотосын шығардым, сол кісі туралы ойымды жаздым, ол кісіні қалай жақсы көретінімді, қалай оқитынымды, баяғыдан бері оқимын деген сияқты барлық ойларымды жазып бірнеше рет. И солай қатысқанын көрдіңіздер ме? Адамдар шынымен де қатысады, шынымен активный аудитория, шынымен сүйіп оқитын аудитория шығарады. И сол арқылы бұл эффект рекомендации әсер етеді, и сөйтіп парақшаңыз дамиды. Бұл өте керемет әдіс, тоже міндетті түрде қолданыңыздар. Уже бір 1000, 2000, 3000 активный подписчиктарыңыз болған кезде. Келесі жарнама түрі ол марафондар. Марафондардың форматтары осы желіде өте көп түрлері. Әдетте бұл мынандай нәрседен тұрады. Бұл деген тапсырмалар және күнделікті пайдалы ақпарат, теориялар, қатысушыларға арнайы тапсырмалар беріледі, қандай да бір тақырып бойынша.
яғни бұл жерде өзінің қатысушылар болады, иә, сол оқырмандардан жиналған адамдар. Мысалға, енді көбінесе өзіміз білетін, көбінесе болып жататын марафондар, ол көбінесе зожбен байланысты. ПП марафондар, арықтайтын марафондар, пайдалы бір әдеттер, немесе адамның мышлениесін өзгерту армандармен байланысты позитивный марафондар десем болады. Марафондар тегін болуы мүмкін, немесе ақылы жасауға болады. Марафонда бір адам жасай алады, немесе бірнеше блогерлар бірігіп жасай алады. Олар өздері спикер ретінде бола алады. Бірінші, сіз жаңағы бірнеше блогермен бірігіп ұйымдастырып дайындаласыздар. Яғни актуальный тақырып бір таңдайсыздар, қандай тақырыпта жүргізетіндеріңізді, қандай әркім өзінің бір эксперті болады ғой, содан бір ортақ тақырып ашып, жаңағы теориясын, ақпараттарын барлығын дайындап, посттарын, оформлениесін барын дайындап, жаңа парақша ашып, одан кейін әрқайсысы өз парақшасында жаңағы марафонда анонс жасайды. Анонс жасап жариялайды, жарнамалайды, өзінің аудиториясын айтады, что сондай марафон болайын деп жатыр деп. И солай бұл жерде мақсат максимально үлкен количествода қатысушыларды жинау. Көрдіңіз, осы марафонның мақсаты подписчиктарды қозғалту, олармен жақынырақ танысу, вовлеченность дейді, вовлеченностьті арттыру, сіздерге деген сенімді арттыру, және жаңадан оқырмандар жинау. Көрдіңіз, бұл да аудитория алмасу болып табылады. Енді марафонға қатысу үшін қатысушылар қандай да бір шарттарды жасау керек. Мысалы, немесе төлем жасау керек, немесе подписка жасау керек, репост жасау керек, лайк, комментарий, тағы басқа. Әдетте марафонның уақыты 5-10 күндей болады. Сол уақытта қатысушылар уже активно қатысып жатқандар, бір-бірімен танысып, жақындасып, жақсы ақпараттар біліп, бір жақсы позитивті эмоциялар алып, бір-бірлеріне жақындаса түсу мүмкін. Ал марафонның анонсын блогерлар тек қана өз парақшасында ғана емес, соны мысалы органикалық реклама арқылы, немесе таргетированный реклама арқылы, немесе кросс реклама арқылы басқа блогерлермен сәйкесе отырып, кәдімгідей жарнамалап жасауға болады, и сөйтіп көп адамдарды охват жасауға болады. Сондықтан марафон деген өте керемет. Бізде Қазақстанда мұндай именно блогерлер бірігіп жасайтын марафонды мен әлі кездестірмедім. Сондықтан осындай нәрселерді біз ұйымдастыруымыз керек, жиірек. Біздің қыздар ғана өздері араларында ұйымдастырады, және сіздермен бірлесіп, біздің жобадағы қыздар барлығымыз бірлесіп, топ-топ болып, тақырыптарымыз бойынша, эксперттік тақырыптарымыз бойынша бір қызықты тематикалық марафондарды әлі ұйымдастырамыз. Парақшаны дамыту кезіндегі жарнаманың тағы да бір ерекше түрі, әрі тегін түрі, ол креативный бір жарнама, ол креативті жарнама. Яғни біз тек қана блогер емес, біз тек қана жұмыс ретінде, тек қана кәсіп ретінде, мамандық ретінде қарамауымыз керек. Бұл деген блогерлік деген ол сплошной креативті идеяларды шығаруға арналған жер ғой негізі. Нағыз сәйкес келетін. Сондықтан кез келген смелый армандарыңызды, идеяларыңызды жүзеге асырсаңыз болады осы жерде. Мысалы, бұрыннан бері армандап жүрген видеоларыңызды түсіру арқылы күшті таратып, күшті дамытып жіберсеңіз де болады, білесіздер ме? Мысалы, осындай мысалы жарты жылда немесе 3 айда 10 мың подписчикке жетем деп ақырындап оқырман жинамай-ақ, тіпті бір аптаның ішінде 100 мың подписчик жинап алуға болады. Ондай кезде сіз егер де басқалар істемейтін нәрсені істесеңіз, немесе басқалар айтпайтын тақырыпты қозғасаңыз, басқалар түсірмейтін әдемі фотоларды сіз жасасаңыз, оқырман солай қызықтырсаңыз, бір қызықты контент, бір идея, подача, кішкене басқаша креативпен келсеңіз, бір қызықты нәрсемен, солай сіз кәдімгідей басқаша ерекше көзге түсе аласыз. Бұндайды әдетте альтернативный маркетинг дейді. Бұл кәдімгідей сондай ұғым бар, яғни бұл жерде мозговой штурм керек, бұған идея керек, креатив керек, творчестволық көзқарас керек, сол арқылы кәдімгідей дамытуға болады. Әдетте мынандай да техникамен жасауға болады, мысалы парадокс дейді ғой.
мысалға бір күшті бір жаңалық пайда болды, мысалы бүгінгі күннің жаңалығы, бүгін күні бойы адамдар не обсуждать етіп жатыр, и сол жерде бір парадокс болу керек, сіздің ойыңыз болу керек, және бір бағалы ақпарат. Соның барлығын қосқан кезде бір әдемі пост немесе видео болса, сіз кәдімгідей адамдардың назарына іліге аласыз. Ал жалпы осы креативті жарнамаға тағы не жатады? Бұдан бөлек, сіз блогер ретінде өз парақшаңызды қалай дамыта аласыз? Ол деген телевидениеға түсу. Телевидениеға бару. Телевиденияда бір қызықты бір шоуларда мүмкін түсу, сол арқылы сіз танымал бола аласыз. Немесе журналда, бір радиода, в общем, СМИда бір как-то көзге түсіп қалу. Мүмкін бір мақала жазу ма, мүмкін бір жаңа тақырыппен ба, кез келген. Бір үлкен блогерлардың бір жұлдыздармен достасып, соларға бір пайдалы болу мүмкін, керек уақытта керек жерде пайда бола қалу. Мысалы бір масштабты мероприятияда көзге түсу деген сияқты. Бір флешмоб ойлап табу тоже жатады. Мысалы Ice Bucket Challenge болды ғой бұрында. Мысалы бір көйлек, мысалы мынау көйлектің цветі қандай деп бүкіл шулап соны анықтап жүрді ғой. Сол сияқты бір өзіңіздің бір флешмобыңызды ашсаңыз болады. Қазір кішігірім флешмобтар өте көп. Сіз өзіңіз смело аша беріңіз, өзіңізбен байланысты. Солай сіз тарата аласыз өзіңіз жайлы. Бұл әдеттегі жарнама емес, бір ерекше жарнама болады сіз жайлы. Сол жарнама арқылы келген оқырмандар сізге жақсы көзқараспен қарайтын болады. Мысалға 40 жастан кейінгі өмір деген сияқты бар ғой, өзіңіздің бір хэштегіңізбен ойлап тауып сондай бір флешмоб жасасаңыз болады. Бір призыв, бір вызов жасасаңыз болады. Типа бір апта қант жемеймін, и бүкіл сол организмда болып жатқан нәрселермен сізбен бөлісемін, егер де мен қант жеп қойсам, мен осынша сома өзімнің подписчиктарыма беремін деп, немесе әр репост жасаған адамға беремін деген сияқты ма, әлде менімен бірге қосылыңыздар, осында марафон, осындай флешмоб жасайық деген сияқты. Бір адамдардың жанына тиетіндей анда-санда қолдануға сондай тақырыпты бір пост жазуға, мысалы бір провокационный темаға. Бұл деген негізі өте керемет. Осындай посттар әдетте өте үлкен охватқа ие болады. Адамдар комментарийді да масқара жазады. И бір жағынан сол жерде екіге бөлінеді комментарий, сізді қоштайтындар, сізді қоштамайтындар, сізге қарсы шығатындар. Зато сіз өзіңіздің нақты целевой аудиторияңызды анықтайсыз, сіз жақ болатын, сізді жақсы көретін адамдарды анықтайсыз комментарий арқылы, және сізді ұнатпайтын хейтерларды сол жерден шығара аласыз, заодно сол хейтерларды жоқ қылдыра аласыз. Көрдіңіз? Бұл деген өте керемет, сіз кәдімгідей көзге түсесіз. Оны да қолданып тұру керек міндетті түрде. Мен де бірнеше рет қолдандым, мысалы прививка туралы тақырып, ылғи спорный тақырып қой. Всегда менде охват жақсы жинайды. Хоть мен керемет қатты ойынды айтпасам да, просто прививка туралы тақырып, горшокқа отырғызу деген спорный тақырыптар ғой, провокационный. Өзіңіздің мнениеңізді ашық айтсаңыз да кәдімгідей күшті пост жинайды. Немесе комментарийларда адамдармен сөйлесіп, дискуссияға шақырып комментарий көп жазса, оның барлығы керемет әсер етеді. Инстаграмға кірсеңіздер, поисктің белгісі тұрады ғой, лупаның белгісі, сол жерге кіріп қарайласыздар ғой, әртүрлі посттар, әртүрлі парақшалар шығып тұрады, әртүрлі видеолар, тіпті Instagram TV-ның видеолар шығып тұрады, прямой эфирлар шығып тұрады. Ол дегеніміз Инстаграмның рекомендованный деген бөлімшесі. Ол жерге Инстаграм алгоритм бойынша сіз жиі лайк басатыныз, жиі комментарий жазатын, сізге қызық деген посттар, публикацияларды шығарып тұрады. Сіз жаңа парақшаларды өзіңіз біліп көріп жүрдіңіз деген сияқты. Жалпы сол рекомендованныйға қалай шығуға болады? Сіз қалай басқа адамдардың рекомендованныйына шығуға қандай істер жасауға болады? Нандай нәрселер бар. Біріншісі, мысалы сіз пост шығардыңыз, постты просто так шығарып жүрген шығарсыз, қазіргі уақытқа дейін. Жоқ, әр постқа геометка қоюға тырысып отырыңыз. Міндетті түрде геометка қойыңыз. Ана жерде өзі бар Қазақстан, Қарағанды, тіпті мынандай кафе, мынандай жер деген сияқты белгілеу болады. Тіпті сіздің целевой аудиторияңыз қайда көбінесе, соның да меткасын қойсаңыздар болады. Кез келген өзіңіздің қалаңызды қойсаңыз болады, керек басқа қаланы қойсаңыздар болады. Бұл деген жұмыс істейді, бұны қолдану керек міндетті түрде. Қолданыңыз. Екіншісі, міндетті түрде хэштегтер қолданыңыз. Жаңағы айтып кеткендей, орта, жаңағы среднечастотный, низкочастотный
вот соларды міндетті түрде қолданыңыз, өздеріңіздің хэштегтеріңізді қолданыңыз. Негізінде ол дәлелденген, шынымен де адамдар хэштег арқылы жақсы келеді. Мысалы болады ғой, бір трендовый хэштегтер болуы мүмкін, соларды қолдансаңыз болады. Жаңа поисковой запросқа жауап береді, мысалы SMM деп, мысалы мен өзім қоямын, блог, қазақ блог, қазақша блог, блогерлер деген сияқты орташа частотный хэштегті қоям, и сол бойынша поисктта іздеген адамдар мені парақшамды таба алады, және менің фотоларымды яркий, қызықтарлықтай, көрдіңіздер ма? Сондықтан бұл да бір тегін жарнама, өз инстаграмның мүмкіндігі. Үшіншісі, әрқашан старайтесь профессиональный, яркий фотолар шығарып тұруға. Бұл деген сізді кәдімгідей рекомендованныйға шығарады. Өйткені ондай посттар лайкты көп жинайды, лайк көп жинаса рекомендованныйға да жиі шығады. Сіздің негізі әр екінші постыңыз, үшінші постыңыз рекомендованныйға шығуы мүмкін, бірақ ол жерге шыққаннан бұрын шықты делік, ал шыққанда да басқа посттардың, басқа публикациялардың арасынан адамдар именно сіздікіне қызығып, көріп басу керек. Басуға деген желание ашылу керек, көрдіңіз бе? Сондықтан яркий, профессионально түсірілген, бір әдемі көйлекпен, әдемі болып түскен фотоларыңызға адамдар қызығып, кәдімгідей басып кіріп оқуға деген ынтасы өте жоғары болады. Сондықтан көріңіз не үшін керек екен. Егер бір сапасы төмен, қызықсыз, бір однотонный, непонятный фото болса, скорее всего, ол рекомендованный шықса да ешкімге қызық болмайды. Өйткені рекомендованныйды бірінші очередь фотолар мен видеолар ғана көрінеді, сіздің посттарыңыз көрінбейді, адамдар былай листает и все. Вот. Төртіншісі, күшті посттар жазыңыз. Сіздің күшті жаңа охват жинаған посттарыңыз рекомендованныйға шығады, жаңа скорее всего. Бесіншісі, өзіңіздің подписчиктарыңыздан лайк қоюды сұрап отырыңыз анда-санда. Оған түсіндіріп жазып, бір арнайы пост жазсаңыз да болады. Егер сіздер мені лайк бассаңыздар, мен сіздің лентаңызда жиі шығып тұрамын. Мен посттарымды өткізіп алмайсыздар деген сияқты сақтап алыңыздар, комментарий ойларыңыз жазыңыздар, жақындасайық, тілдесейік деп. Егер лайк баспасаңыздар, мен сіздерді жоғалып кетуі мүмкін деген сияқты. Адамдарға негізі былай кәдімгідей бүйтіп айтпаса, адамдар тіпті істемеуі де мүмкін, ұмытып кетуі мүмкін. Вот искренне даже комментарийға жазып, ой, мен осы сізді оқимын, бірақ лайк басуға ұмытып кетеді екен, шынымен соны не етейінші, қазір мен сізге лайк басып шығамын деп. Анда-санда негізі солай сұрауға болады, бірақ күнде емес. Алтыншысы өте керемет болады, жаңағы егер сіз мысалы развлекательный контенттар жіберіп отырсаңыз, бір әдемі видеолар, әдемі фотолар, чтобы ол андай болады ғой, поделиться етуге итермелеп тұратындай болса, адамдар өздері сол посттың астында, сол видеоның астында өздерінің достарын белгілесе, жаңағы дайректқа достарына жіберсе, көріңіз, солай сіздің постыңыз охваты көбейіп, рекомендованныйға түседі. Сондықтан міндетті түрде анда-санда сондай контентті да шығарып тұру керек. Менде өзі сондай арнайы шығарған видеолар өте көп охват, сохранение, жаңағы поделицаны өте көп жинайды. Өйткені актуальный тақырыпта бірнеше қоянды бірдей атып үлгеремін. Осы жерде айта кететін нәрсе, инстаграмда негізі мысалы жаңа публикация шыққаннан кейін 2 сағат, алғашқы 2 сағаттың ішіндегі жаңағы мақсаттық әрекеттер қалай болған, соған қарайды. Мысалы, сол пост қанша лайк жинады, қанша уақытта жинады, қаншалықты тез жинады, комментарийлар, сохранениені қалай жинайды, соған орай топқа шығарады жаңағы рекомендованы. Бірақ оны ешкім нақты білмейді, бұндай қалай болатын. Сосын мынандай нәрсе бар, лайк чаттар, чат активности бізде қазір сондай кәдімгідей дамып жатыр. Яғни ол чат активности да сіз пост, мысалы, ол жерде 100 адам отырады, WhatsApp группа әдетте WhatsApp немесе Telegram, и 100 адам күніне бір 50 пост шығарады. 50 пост бір хэштег бойынша, күніне әртүрлі хэштегте беріледі. Сіз сол хэштегті өз парақшаңызға қойып, сол хэштег бойынша шыққан адамдарға, мысалы 50 адам барлығына лайк басып шығасыз, и сізге өзіңізге 50 лайк қайтып келеді, немесе 50 сохранение. Бұл жерде несі жақсы? Сіз посттарыңызға лайк жинап аласыз, охватын кішкене өсіресіз деген сияқты, бастапқы уақытта сізге де лайк болады деген сияқты. Но бұл жерде қатты бұмен увлекаться етпеу керек, себебі
басында сіз подписчиктер енді жинап жатқанда, енді бастап жатсаңыз, міндетті түрде қатысыңыз, ол жағынан жақсы. Бірақ ол уақытты да алады әрине. Ал егер сіз уже оқырманыңыз 5 мыңнан 10 мыңнан асса, сіздің өзіңіздің лайктарыңыз өзіңізге сәйкес болу керек, уже өзі-ақ өседі, ондайға уже қатысып керек емес. Сосын мынандай ой бар, сол жаңа рекомендованныйға шығаруға көмектеседі деп. Негізінде ол нақты оған байланысты емес, ешкім білмейді ол сол көмектесе ме, көмектеспей ме деген сияқты. Негізінде ол сіздің постыңыз рекомендованныйға шығуы мүмкін, просто ары қарай ол адамдар сіздің фотоңызды басып оқи ма, оқымай ма, соған да байланысты.